Ал бастадық. Кеттік. Анықтамасы қате берілген қатарларды көрсетіңіз. Айнұр, кәне. Анықтамасы қате берілген қатарлар құйысқан ешкінің жүнін қырқатын қайшы жоқ. Құйысқан неге байланысты еді? Құйысқан ол жоқ, құйысқан дегенде Ердің ең жерде ат мойнына түсіп кетпеу үшін былғары мен қалың қайыстан жасалатын әдет. Ешқандай қатысы жоқ, бұл атқа қатысты. Демек біздің жауабымыз бірінші жауабымыз. Сосын ары қарай. Одан кейін науа мал су ішетін ұзын астау. Дұрыс. Бірсе қызылшаның түбіндегі қалдығы. Дұрыс. Морда қамыстан жасалған балық аулайтын құрал. Морда. Балық аулауға байланысты. Міне. Морда. Қамыстан талдан тоқылған балық аулайтын құрал. Дұрыс па екен? Итерқұл. Майшабақ аулайтын ау дейді. Итерқұл. Не ол итерқұл? Балық тұздағанда аударыстырып, араластыратын құрал дейді. Демек, дұрыс па екен? Итерқұл деген. Жауап болады. Жақсы. Собық жүгерінің ішкі өзегі дейді. Собық деген сөз қалай? Собық. Міне. Жүгерінің ішкі өзегі емес, дәнді басы ал. Ішкі өзегі пәшік деп аталады. Демек, біздің үшінші жауабымыз H болады. Иә? Енді өкінішке орай оқушылар, мына сұраққа ешқандай мидың қажеті жоқ. Бұл тек қана жаттаған оқушы ғана таба алатын сұрақ. Жарай ма? Қолөнершілікке байланысты. Бұл біз кәсіби сөздікке бөлеміз, ауыл шаруашылығы және қолөнер. Ауыл шаруашылығы егістікке байланысты, балық аулауға байланысты, мал шаруашылығына байланысты. Ал қолөнершілік өзі көбінесе қолдан жасайтын бір нәрсеге. Біріншісі ағашшылық, ұсталыққа байланысты. Пышқы, шербек, тұшы орын, ғыру, атауыз, кемпірауыз, тоқымашылық, зергерлік. Енді осыларға байланыстыларына келейік. Қолөнершілікке қатысты шойын тескіш құралдың кәсіби атауы. Пәрбі шойын деп тұр жанында. Шойын тескіш мені. Пәрбі шойын тескіш. Демек біздің жауабымыз бар. Көрпе тігуге қажетті құрал жабдықтарды көрсетіңіз. Көрпе тігуге не керек болуы мүмкін? Астар керек, тіс керек, оймақ керек. Астар. Астар дегеніміз не? Сырт киімнің көрпенің ішкі жағы. Астары деген сол ғой. Астарына, мәселенің астарына үңілдейді ғой. Сонда астары дегенде ауыспалы мағына деген сөз. Ішкі мағынасы деген. Тыс деген не? Үстіне темір қойып соғатын. Міне, сыртқа қабы мұқабасы. Оймақ дегеннің не екенін қыз балдар біледі онысы да. Демек? Құрал сайман атауына жататын кәсіби сөздерді көрсетіңіз. Кемпірауыз. Кемпірауыз. Жақсы, шуыр, сосын атауыз. Атауыз. Термин сөздерге келдік. Бірінші сұрақ. Басқа тілден қазақ тіліне аударылған термин? Әйгерім? Басқа тілден... Опера аударылған ба? Семья, ойбай, отбасы. Отбасы. Қараңыз, орақ, ол кәсіби сөз. Ол кәсіби сөз орақ, е? Омега, амоним, опера бұлар аударылмаған, жауап автомат түрде сол үшін бұл болады. Жақсы ма? Опера аударылмады, иә. Бірінші сұрақты қайтып сіз жасаңыз. Тартылыс күші, қозғалыс сөздері қай ғылым саласының терминдері екенін анықтаңыз. Тартылыс күші, қозғалыс, ол физика. Жарайсыз. Кеттік, Айнұр. Халықаралық терминдер. Халықаралық терминдер дегенде бір анықтамасын алдымен түсіндіріңізші маған. Қандай ол? Халықаралық термин дегеніміз жалпы дүние жүзіндегі адамдардың бәріне ортақ түсінікті сөздерді жалпы аралық термин деп атаймыз. Ал басқаша қандай терминдер болуы мүмкін? Түсінбедім, ағай, қайтайсыз? Басқаша қандай термин бар? Халықаралық емес қандай терминдер бар? Белгілі бір ғылымға ғана қатысты термин сөздер бар. Термин сөздердің бәрі ғылымға қатысты. Бәрі белгілі бір ғылымға байланысты. Мен қалай деп айттым? Ағай, дұрыс естіліп тұрған жоқ сізді. Мен қалай айттым кеше? Халықаралық терминдер деген
халыққа Иә, түсіндіріңізші. халыққа жоқ. Иә, халыққа түсінікті. Жоқ, ойбай. ағай былай сияқты халықаралық яғни басқа бұл ұлт өкілі болады делік. Түріктің мысалға машина жөндейтін адамына және қазақтың машина жөндейтін адамына екеуіне де түсінікті сөзді халықаралық термин деп атаймыз. Өзіміздің тілімізде Жалпы мысалға аударып алмаймыз. жобасына Мысалға микросхема келе жатырмыз. Әлия айтыңызшы, қалай болады? Мен кеше қалай деп түсіндірдім? мысалға морфология микросхема болса, бұл жерде онда Олар тек қана қазаққа емес, бүкіл әлемге қазаққа емес бүкіл әлемге аударылған. Ортақ Оны мысалы. мысалы біз қазақ тілінде аударып алмағанбыз бұны. Тура осы Түсіндіңіздер қалпында ме? қолданамыз. түсіндіңіздер ме? Иә. Иә? Қараңыздар. Иә. Доғал бұрыш. Доғал бұрыш. Орысша оны басқаша деп атайды. Иә? Қандай угол, бірнеше угол деп айтады. Демек бұл халықаралық емес. Орыс тілін олар русский язык деп айтады. Отбасында семья деп айтады. Болыс дегеніміз ол тіпті термин сөз емес, ол көнерген сөз. Дұрыс қой. Құқықты олар право дейді, немесе law дейді, иә, заң дейді. Иә. Атау деген атау септігі мысалы үшін. Олар атау септігі деп қолдана ма, орыстар именительный падеж дейді ме? Именительный падеж деп. Олар болмайды. Ал морфология микросхема бірнеше тілге ортақ. Термин келген кезде біз не қазақша баламасын іздейміз, қазақша жасауға тырысамыз. Болмаса халықаралық термин, интернационалдық термин күйінде аламыз. Барасыңыз. Әйгерім қалай болады? Кет. Барасыңыз, барыңыз ба? Жоқ. Білмеймін. Барсаңыз. Жоқ. Барасыз. Барасыз. Баралы. Барасыз, иә. Баралық деген сөз екен. Жоқ. Баралық деген сөз екен. Баралық. Келулі. Келді. Келеді. Шақыру. Келеді. Шақыру. Шақыру. Болат. Болат. Бері жақ. Берешек. Бергі жақ. Ойбай. Жоқ. Берешек. Қарыз деген мағынада. Ой. Қарыз. Ол маған береді деген сөз шыққан ғой. Кеуіл деген? Кеуіл. Көңіл. Маңлай деген? Маңдай. Тыңла деген? Тыңда. Тыңда. Л мен д-ның орнына ауысатын кездері болады осылай. Пысқан дегеніміз? Піскен. Сыйықты дегеніміз? Сыяқты. Құдағай дегеніміз? Құдағи. Сонда мыналарымыз грамматикалық өзгеріске түскен диалект сөздер болып есептеледі. Көзге елдірік емес, оның дұрысы? Көзілдірік. Сонда көзге елдірік деген сөз диалект сөз болып есептеледі ғой, иә? Иә. Әрине. Көкей кесті емес, көкей? Кесті. Көкпен көк емес? Көкпенбек. Көкпенбек. Келмемеш? Келеке. Келемеш. Киім-кешек? Киім-кешек. Қауіп. Кәуіп дегеніміз? Қауіп-қатер. Қауіп-қатер. Байқадыңыздар ма? Сонда негізгі оригинал сөзіне қатты ұқсас болады. Бірақ бір-екі дыбыс өзгерген болады. Осындайда біз грамматикалық өзгеріске ұшыраған дейміз. Яғни бір-екі дыбыстың өзгеріп беруі. Жағажай. Аш. Екі сөз біріккен және неологизм пайда болған. Екі сөз біріккен. Иә. Аш. Қайсысы? Тіліміздегі бар сөзді біріктіру арқылы жасалған термин сөз. Аш болмайды, ол термин сөз емес қой, жағажай. Ой. Екі сөз қосылуы. Тіркесу арқылы жасалған жаңа сөз. Тіркесу ма? Ол тіркесіп тұрған жоқ қой. Тіркесу дегеніміз бірінен кейін бірі келу. Алдын жақта бірігіп кеткен. Иә. Онда Ең оңайы, қараңыздар. Жұрнақ жалғану арқылы жасалған сөз ба, ағай? Қандай жұрнақ көріп тұрсыз жағажай деген сөзде? Жұрнақ жоқ. Жоқ қой жұрнақ ол. Көрермен жұрнақ. Ағай, біріктіру. Сол ғана болып тұру, ағай. Демек, оны басқаша берген, оны асықпаңыздар ендеше.
Жарайды. Онда оны қалдыра тұрайық. Онда қалдыра тұрайық. Иә, қалдыр тұрады. Ит құс ұлыма ол не? 8 қайсысына келеді? Ол табу сөз. О, табу сөз. Басқа табу сөз деген вариант жоқ па мүлдем? Жоқ, Бар мен ағай. қарап шықтым. Алдаспаншы. Жоқ. Алдаспан бар ғой. Алдаспан табу сөз емес қой ол. Алдаспан деген қылыштың аты ғой. Көнерген сөз ғой ол. Жоқ. Ағай, табу Табу сөз сөз, ұлыс, ұлыма, қасқыр. Жақсы. Ол 8 о болсын. О. Кетсін ол. Мгм. Жарайды. Ыңғыру деген ол F. Получается, ұсталыққа қатысты Ыңғыру деген F сөз. па? Иә, ұсталыққа қатысты кәсіби сөз. Ыңғыруды ашайық сіздерге. Ағаш қоятын құрал. Ағашшылыққа, ұсталыққа байланысты. Ағашшылыққа, ұсталыққа байланысты. Көнерген қару-жарақ атауы ол алдаспан болу керек. Демек, Д кетті, Иә. 13 Д болады. 12-де жаргон. Топас деген. Топас деген Жаргон. жаргон Иә. бола ма? Жаргон дегеніміз не еді ол? Жаргон Белгілі дегеніміз бір ол. ортаға ғана байланысты. Ортаға. Топас деген белгілі бір Сол ортаға ғана ортада байланысты ма не? қолданатын сөз. Жоқ, ол дисфемизм болмас онда. Дисфемизм болады ғой. Иә. Дисфемизм. Грамматикалық өзгеріске ұшыраған диалект сөз. Ку. Яғни манағыдай бір-екі сөз ғана өзгеріп кеткен. Ол Ол қайсысы болады? Шиет деген мақта шаруашылығына қатысты кәсіби сөз. айтың. Шиет қайда? Мақта шаруашылығы ол бізде С, иә? Аха. 16 С болады сол үшін. Тәрелке деген қазақшаға аударылған кірме сөз. Иә. Кірме сөз. 17 Б. Б. Ағай, үстінде. 17 Б бола ма? Көріңізші. Бұны қарайық. Орыс Орыс тілінен тілінен кірме енген кірме сөз. сөз. Өте жақсы. Б болады. Айтың деген оқушылар Жаңа грамматика ғой, ағай. грамматикалық, иә, грамматикалық өзгеріске ұшыраған диалект. Айт дегенде айтың деп айтады. Демек, Иә. бізде пи де кетті. Мгм. Тақта G ол не парсы тілінен енді. Парсы тілінен кірген. Ағай, С-ті деген 16-ның жанына жазып қойдыңыз ғой. Енді қалай? Керісінше 15 болу керек, иә? 15 болу керек. Иә, Дұрыс қой. иә. 16 Дүрия дегеніміз мата ғой. Матаның атауы. Демек, Мата. қайсысы болады? С. Жоғарыда болу керек. Міне, көнерген мата С. атауы. Көп, Си иә. да кетті. Би да кетті ғой бізде. Иә. Кетті. Бастаңғы деген парсы тілінен. көнерген әдет ғұрып бастаңғы. Көнерген G әдет ағай, ғұрып. парсы Демек, тілі. бізде тақта G, иә? Иә. Енді бірден сызып тастайын. Ұсталыққа қатысты кәсіби сөз. Мана ыңғыру деген болды ғой бізде. Дұрыс қой. Иә. F. Ыңғыру. F кетті. Бастаңғы Бастаңғы және Ол- көнерген әдет ғұрып. деген L демек, иә? 10L. Иә. Үлгеріп жатсыздар ғой, иә? Әлеуметтік Әйгерім, желі Айнұр, жаңа дұрыс тіркесу қой. арқылы жасалды. Иә, ағай. Иә. Моңғол тілінен енген кірме сөз. Ой, Түсінікті ғой? нет. Нөкер. Нөкер демек кей кетті. Иә. Жақсы. Өркен неге байланысты еді? Бес Сол- Н қызылшаға. шаруашылығына. Өркен Қызылша. N. қызылшаға байланысты ма? Демек N болады, иә? Иә. Иә. Жақсы. Көрермен, мен жұрнақ еді. Жұрнақ жалғану Иә. арқылы жасалған жаңа Ол, сөз. мхм. Демек, жұрнақ R. жалғану арқылы жасалған дәл R. солай жазылып тұр екен ғой, ол R. R екен. R. Ол бізде көрермен. Бап дегеніміз ол термин. Көнерген сөзден алынған термин сөз. Бап деген ба? Вроде, иә. Да. Солай ойлап тұрмын ғой. Қазір рас па? Өткен. Шөпшек дегеніміз не еді? Орыс диалектен диалект. болған, қазір Шөпшек қазір иә, ие болып. қазір жас- неала кезім болып. Әдеби сөзге еніп кеткен. Демек, әдеби сөзге айналған диалект сөз. Иә. Туысқандыққа байланысты Сөзі бар байқасаңыз. деген эсфемизм. Сөзі Сөзі бар бар деген эсфемизм. эвфемизм, иә? Жіңішкертіп айту. Демек, ол J болады. Иә. Жағажай тапқан жоқпыз ба не әлі? Аш ағай. Басқа Аш? сөз келмейді. Иә, жаңа айттым ғой, термин сөз деп. Тілімізде бар сөзді біріктіру арқылы. Жаға және жайды.
басқаларын істеп Терминсіз. көрейік, сосын көреміз. Жақсы, қазір көреміз. Әлеуметтік желі деген тіркесу арқылы Жаңа жасалған тіркес, жаңа иә. сөз ба? Жаңа сөз. Демек, ай болады, Иә, иә? иә. Иә. Дұрыс та. Мгм. Лақпаш. Лақпаш жаргон. Жаргон сөз. Белгілі бір топта Иә. ғана құрылады. Демек, ол Мгм. Әлия дұрыс айтып жатырмыз ғой, иә? Иә, иә. Иә. Демек, бізде өз қандай варианттар қалды? Көнерген сөзден алынған термин сөз және 3. қайсы қалды? Тілімізде бар сөздерді біріктіріп арқылы жасалған термин сөз, көнерген әдет ғұрып дейді. Көнерген әдет ғұрыпты айтқан жоқпыз ба біз? Бастаңғы емес па? Иә? Оны сызбай қалыппыз ғой жаңағы. Мақта шаруашылығына байланысты кәсіби сөз. Қайсысы ол? Шиет. Тегі шиет. Бізде бап қалып тұр және 13. жағажай қалып тұр. Дұрыс қой. Сонда біз Шиет деген кетті сызылмай қалыпты ағай мақта жай шаруашылығына ғана деген. сызылмай қалған шығар. Аха. Демек, бізде жағажайымыз H болады да, бабымыз не болады? Көнерген сөзден алынған Көнерген термин. Мақта шаруашылығы 15, иә. Көрдіңіздер ме? Тапсырмалар қалай адамды жетілдіреді? Дұрыс ойлантуға, иә? Тез Мгм. ойлануға, логика дамытуға. Ал кет. Тесттер. Бастаңыз әйгерім. Орындап үлгердіңіз ба? Шын айтыңыз. Так, көнерген сөздің Жоқ, үйде орындап қазіргі атауын үлгердіңіз ба, әйгерім? көрсетіңіз. Тоқтаңыз. Ағай, бұл Жоқ, қайтыс? Аға, бұны жіберген жоқсыз ғой сіз вроде. Мен сіздер Берді. записьті тыңдасаңыздар, мен сіздерге қалай деп айттым. Оны да жасап келіңіздер және 7-нің де видеосын қарап келіңіздер. Иә, деп иә, айттым мен ғой. оны көрген жоқпын, из-за этого орындаған жоқпын аға тесттарды. Қасындағы бар жолдасына қоржын Айнұр, сіз де жасаған жоқсыз ба? Жоқ, ағай. Әлия, сіз ше? Мен жасадым. Сіз жасадыңыз. Ендеше былай етейік. Ендеше біз 7-ге кірсек, бірақ тестін кейін қарап келесіздер. Қарап келесіздер емес, бүгінгі дейік. Жарай ма? Біз кешегі тақырыптың тестін бүгін жасап жатырмыз ғой, бірақ келесі жолдары бұндай болмасын оқушылар. Бүгін жасадыңыздар ба? Жасаңыздар. Жақсы ма? Хорошо. Өзімізді артқа тартамыз. Одан мен үшін көп келіп кетер ештеңе жоқ. Мен тез өтіп тастай аламын тақырыптарды. Мен үшін проблема емес, бірақ сіздер оны қорытып үлгересіздер. Сіздерге қиын болады. Сосын істе деген нәрсені уақытында істейді. Жақсы ма? Жарайды ағай. Оны үйде орындап келесіздер, ал қазір бірге жасағаннан мен біреуге пайдалы болады, ал біреуге пайдасыз болады. Тест болғандықтан біз ұбт-ға әрқайсыны жеке кіреміз ғой. Сол үшін